Өзіңізден кішкене пікір алсақ дейсіз ғой. Жалпы енді жердің бетінде жүрген адамдардың барлығы тіршілікпенен, саясатпенен өмірі бірге жалғасып, тамыры терең, жапырағы биікке кетіп, тіршілікті алып келе жатыр. Сол адамның бірі менмін. Жалпы өмірде адам болып келіп, тіршілік жасайсың, соның ішінде адам болып келгеннен кейін әркім өзінің мамандығы бойынша, өзінің түрлі қарауы, жаңағы сала бойынша әр салаға кетеді ғой енді. Өзіңіз айтқандай мен осы балалықты аттап, мектепті бітіріп кеткеннен кейін осы өнер, мәдениет және өнер саласына кеттім. Жалпы мен осы мәдениет саласына жүргеніме биыл 50 жыл. Соның ішінде басшылық қызметі мәдениет саласын басқарып жүргеніме 40 жыл болды, үш аудан облыста басқарып. Ал енді мәдениет деген үлкен майдан. Оған екінің бірі, оған мәдениет саласында жай жауынгер, мәдениеттің жауынгері жұмыс істей алмайды. Ильяс Омаров айтқандай, көрінген көк атты мәдениет саласына келіп, жаңағы атқа мінем деген бекершілік. Оған өзі мәдениеттің жанашыры болмаса, оның қадірін білмесе, оның саласын егер алмаса, түсіне алмаса қиын болады. Осы салада келе жатырмын. Соның ішінде мен енді сол 40 жыл мәдениетті басқарып, 50 жыл мәдениетте жүргеннің ішінде өзім осы Қазақстанда тіршілік жасап жүріп, осы Нұр Отан партиясымен қатар қызмет етіп келе жатырмын. Біздің енді басшылық жұмысымыз ол мемлекеттік қызмет. Мемлекеттік қызмет болғаннан кейін бұл Нұр Отан қазір Қазақстанда ең беделі биік партия болып, халықтың тобын жаңағы басшылық алып келе жатқан партия болғаннан кейін, бізде осы партияның ішінде үшеуі жүргеннен кейін, бұл партияның келешектегі іс-шарасына емес, қазір осыған дейін атқарған іс-шараларына рахметімізді айтып, алғысымызды айтып отырып, алдағы іс-шараға бет бұрғым келеді. Жалпы жаңағы өзіңізді білесіз, қазір Қазақстан көлемінде 5-6 партия өзінің жаңағы мақсаттарына алға қойып жұмысқа бет бұрып жатыр. Ал енді соның ішінде біздің Сайрам ауданындағы Нұр Отан партиясының жаңағы мүшелері де алдына мақсат қойып, бағдарлама жасап, жаңағы сайлауға дейін өзінің бағдарламасын атқарып келе жатыр. Жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз, одан да сол жаңағы Нұр Отан партиясының бағдарламасы 7 бағыттан тұрса, соның ішіндегі бір бағыты мәдениет және тарих жаңағы саласы. Мәдениет пен тарихты ол үлкен тақырып, үлкен терең тақырып, оны талдау үшін, оны айту үшін өмір кетеді. Бірақ сонда да тілім жеткен жерінде айтайын. Бұл мәдениет саласының майданы, жаңада айттым ғой, күні түн жүретін, тек қана қызық емес, қиыншылығы мол, барлық жаңағы салаларға қызмет жасайтын үлкен майдан. Осы майданда шыдаған ғана, осы майданға төзген ғана жұмыс істей алады. Себебі мәдениет саласында күн түн деген, сенбі жексенбі деген уақыттар жоқ. Ол мезгілсіз уақыт, мәдениеттің майданы сонымен ауыр. Ал енді осы мәдениетті Сайрам ауданының мәдениетіне келіп тарихына келетін болсам, Сайрам ауданының тарихының өзі 3000 жылдан асып кетті. Ежелгі жаңағы Азияның тарихының ішінде таңбасы бар Сайрам ауданы деп айтуға болады. Мен Парижде, Германиядағы Парижде жаңағы қазақтардың, Германияның қазақтарымен Парижге барғанында, табақтас болғанында, солар сұрақ қойды маған. Сіз Қазақстанның қай жерінен келдіңіздер? Сонда мен Шымкент облысынан келдім деген кезде, ол қай жерінде деді. Сонда мен Шымкентті білмеген соң Сайрам, Түркістан, Қазығұрт, Ордабасы, Отырар деп айтқан кезінде, ол киелі жерден келіпсіз ғой деп, сөйтіп олар сол тарихты мойындап жатты. Міне шын тарих осы жақтан басталады деп ойлаймын. Ал енді сонда сол тарихтың тамыры тереңге кеткен, жапырағы биікке кеткен тарихтың бір үлкен ордасының бірі Сайрам ауданы. Сайрамның жері, Сайрамның елі. Осы тарихи өлкеде мәдениет саласын басқарып жүрміз ғой. Тағы бір Сайрам ауданының ерекшелігі
Қытайда 56 ұлт өкілі тұрса, Сайрамда 56 ұлт өкілі бар. 300 мыңнан астам халқы бар еді. Енді қалаға біраз аудандар қосылып, қазір 200 мыңнан астам халық қалды. Соның өзінде 40-тан астам қазір кемінде ұлт өкілдері тұрады. 7 этномәдениет орталығы бар. Сол 7 этномәдениет орталығының жаңағы дәнекерлігімен, мәдениет саласының жаңағы мәдениет бөлімінің, сол мәдениет орталықтарының ұйымдастыруымен бірігіп үлкен Сайрам ауданында мәдени шаралардың жемісі көрініп жатыр. Оның жемісін халық көріп, басқасына халық соның жемісін алып жатыр. Осы мәдениет саласында басқа аудандардан қарағанда, жаңа мен айтып отырмын, үлкен тарихи терең мәдениет саласы Сайрам ауданында ерекше, облыс көлемінде, республикада ерекше орны бар. Республикалық дәрежеде Астана, Алматының өзінде үлкен іс-шара болатын болса, Сайрамның сазды үнін, Сайрамның мәдениетін, міндетті түрде тарихи мәдениетін сояққа шақырады. Сол жақта олар өзінің сол тарихи таңбасы бар Сайрамның жаңағы тарихыменен, жаңағы көрмелеріменен өнерлерін апарады. Сайрамның тарихы мен мәдениетінің айырмашылығы осында бұл барлық жаңа 7 этномәдениет орталықтарының өзінің ұлттық өнерін сол жақта көрсетеді. Жалпы мәдениеттің ішіндегі үлкен жаңа жоғары деңгейде ауызға алынып жататын бұл ұлттық өнер, ұлттық мәдениет, ұлттық дәстүр. Бізде осы мәселе Сайрам ауданында үлкен жақсы қамтылған. Осы шараларды өткізіп жатқанда біз ерекше бір айтып кететін осы Нұр Отан партиясының мүшелері, Нұр Отан партиясының ұйымдастырылуымен, көмегіменен осы шараларда Нұр Отан партиясының рөлі атқарып жатқан жұмыстарының орны ерекше. Халыққа үлкен жаңағы демеу беріп, қолдап халықты сол Нұр Отан партиясымен біз көп жұмыстарды атқарып, соларды артқа тастадық. Оған халық куә, оған тарих куә, осындай шараларды өткізіп жатырмыз. Мен енді ойлаймын, 10 қаңтарда енді осы жерде осы Нұр Отан партиясынан бөлек басқа айтып кесал партиялардың өзінің жаңағы дауыс беру несі сайлауы болады. Нұр Отан партиясына мен үлкен сенімменен айта аламын. Нұр Отан партиясы үлкен өзінің жаңағы партиялық міндетін абыроймен атқарып шығарды деп. Себебі ол Нұр Отан осыған дейін халықтың жаңағы ойынан шыққан, беделінен шыққан партия. Енді сол партияның бір мүшесі ретінде мен Нұр Отан партиясына сәттілік тілеймін. Мынау адамға біріншіден денсаулық, екінші жанұялық бақыт керек болса, үшінші адамға абырой керек. Сол үлкен абырой, адамға керек абыройды мен Нұр Отан партиясына да тілеймін. Үлкен абыроймен Нұр Отан партиясы мақсатына жетіп, өзінің тамаша жаңағы дауыс берген депутаттарымен халыққа қызмет ете берсін деп тілек айтып келемін. Жалпы мына жаңағы Қазақстан көлемінде 5-6 партия өзінің жаңа бағдарламасын қойып, өзінің мақсатымен жұмыс істеп жатыр ғой. Bu yerде қай партия болса да жаңағы әрқайсының өздері бағдарламасы бар. Ол дұрыс бағдарлама. Бәрі халық үшін, бәрі елдің бақыты жаңағы халықтың бірлігі үшін істелініп жатыр. Менің түсінігімде партия өзінің жаңағы бағдарламасымен ұсынады ғой осыны. Бірақ соның ішінде мына Нұр Отан партиясы бұл халыққа көп жылдардан бері қызмет жасап, халықтың сенімінен шықты. Ол өзінің бағдарламасын жақсы атқарып келе жатқан жағдайы бар. Сондықтан да мен енді бұл Нұр Отан партиясының жаңағы халықтарды, соның ішінде жаңағы қыздар қауымын, әйелдер қауымын, жастар қауымын қамтып, өзінің пайызымен бұрынғыдан да биік, бұрынғыдан да жоғары дәрежеде жұмыс істейді деп мен үлкен сенімді айта аламын. Рахмет, Серуал ағай, сіздің бүгін мынау алтын уақытыңызды бөліп, бізді кездесуге уақыт бөлгеніңізге үлкен рахмет айтамыз. Еңбектеріңізге бұдан да үлкен табыстар тілейміз. Сізге көп рахмет. Енді алдағы болатын сайлауда 21 жылы 10 қаңтарда сайлауымыздың өтуінде атсалысуыңызға, дауыс беруіңізге шақырамыз. Көп рахмет сізге. Сіздерге де еселенмек тілеймін. Рахмет.